Қазақ елі енді осы мына мені тексеріп қарапайым халықты мазалап атқан мына Динара Сәтжан мен Баяннан да есеп алу керек деп ойлаймын. Мына есепсіз беріліп атқан концерттері орыс тілінде Динара Сәтжанның. Мына мені тексерген үкімет оларды да тексерсін. Ондай заңсызға қаншалықты рұқсат бар. Халықтың енді мен сөзін сөйлеймін деп тексеретін ештеңесі жоқ. Аллаға шүкір, мен өте адал адаммын. Я Құдайға шүкір, қазір мен мына қымбатшылыққа байланысты біз даже жолымызды жаба алмай жатырмыз. Мына үкімет оны қарапайым халықтың жағдайы жоқ. Мысалы мен кеше Таразға бардым, 90 мың теңге керісінше уже өзім қалтамдан шықпай қалды ақшамыз. Бүкіл қымбаттап кеткен жолымыз, барғанымыз өте алмадық. Халықтың жағдайы өте мүшкіл. Халық қазір хал үстінде тұр. Мен қыстан бері даже біз ипаларымызды жаптық уже. Өйткені бізде артық ақша жоқ, оны төлейтін. Қазір осы мен де үкімет енді жауап бересіздер. Менің жауабым дайын. Көрген шығарсыздар тексеріп. Мен де енді бүкіл Қазақстан аяғынан тік тұрғызып, тексеруді жақсы тексереді екенсіздер. Дұрысынан тексеріңіздер. Үкіметтен бастап бізге отчет бер. Халықтың жағдайы жоқ. Халықтың жағдайы мәз емес. Бүкіл мен құсаған бізде уже тоқтатамыз емізді. Халықты тонамай шығамыз, халықта жағдай жоқ ешқандай. Біз жаңағы менің қасымдағы қыздар, ол Гербалай, еңбек компанияларын айналысқан қыздарды шақырамын. Айтамын, міне кальцийін сат өткен сынықшылы ғой. Сынып қалған адамға мен не беруім керек? Динара Сәтжан, сен сауатсыз түрде ондай нәрселерді қозғаудың қажет жоқ. Мен қозғасам, сіздерге сол үшін тиістім. Ана тіл мәселесіне байланысты қоғамды бұзатын іс-әрекеттеріңіз үшін, орыс қолдандырып атсалысқандарың үшін мен қасиетті қыз ретінде, қазақтың азаматшасы ретінде елімді, жерімді сүйгендіктен сіздердің көздеріңізге осындай әңгіме айттым. Мен болмаса сіздерде басқа шаруам жоқ. Бүкіл қазақ үшін, ар-намыс үшін мен ашу үстінде айтқан сөзіме жауап беремін. Достар, мен сынықшы ретінде мен кейде көмекшілер шақырамын. Мен Энел компаниясының өнімдерін алдық деп біреулер жазасыздар ғой. Алсаңыз, ешкім сізді зорламайды. Ешкім сізді зорламайды. Келіңіз, зорлап алғыстан мен сені дуалап. Ол денсаулыққа пайдалы, оны бүкіл халық біледі. Энел компаниясы ешқандай заңға қайшы емес. Екінші, Гербалайф компаниясымен айналыстық. Я, бірақ оның ешқандай заңға қайшы емес. Заң бар. Мен ода ИП-да бәрін тіркеліп тұрдым. Өзім де ИП-да тіркеліп тұрдым. Ешқандай қорықпаймын. Екінші, бүкіл компания жоққа шығармаймыз. Біз емші ретінде мен ешкімді мола аралатпаймын, ешкімді алдамаймын. Денсаулыққа қатысты ем жасағаннан кейін мен сондай заттар ұсына отырып ем жасағаным сауатты түрде емші, сынықшымын. Оған біреудің денсаулығына кері әсер береді. Ол Динара мен Баянға қатысы жоқ. Солай істеген үшін олар да жауап береді. Мен тартам оларды. Халық болып бүкіл қазақ еліне алғыс, мен кеше жылап шыққан үшін. Ол ешқандай қорқатын нәрсе емес. Менің бүгін Пакизат көмекшіме, Алан деген жай студент бала ғой, өзім қалтамнан төлеймін оған. Екінші көмекшім Анипа. Сосын біреу Гүлшатқа хабарласқан. Ол кісілер менің қасыма келіп, Гербалайф компаниясының өнімдерін ұстап, НВ компаниясының өнімдерін ұстап. Соңғы күндері біз қазір доллар қымбаттап, халықтың қол жетімсіз дегесін қазақстанский компания биатлоникке кіріп жұмыс істеп жүр бұл қыздар. Мен ешқандай компанияда жоқпын. Алдында Гербалайфта істедім, шығып кеттім. Содан кейін бұл кісілер біз сынып қалған кісілерге өз кальцийларын алып келіп көрсетеді. Ешқандай заңға қайшы әрекет жоқ. Мен алсам өз еңбегімді, ешқандай ешкімді қорлаған жоқпын. 5.000 орынға алып, үйімнің келген бүкіл расходымды төледім. Осы Бағдагүл, айналып қана кетейін. Саған соңғы рет айтайын. Бетің табақтай болып, аруақ ұрсын, аруақтан қорқ деп жазып жатсың ғой. Мен тек саған айтайын, бір нені жаратқан, бір Алладан қорқам. Алланың өзінің көзі түзу болсын, Алла қолдап қорғап жүрсін. Саған айтарым, әрбір қазақтың қызы Динара Сәтжандай, Баян Алагөзовадай бай болсын. Әрбір қазақтың ұлы Тұрсын Алагөзовтей бай болсын. Сен маған жамандық тілесең де, жаман зат айтсаң да, мен саған айтарым, отбасы ошаққасың аман болсын. Балапандарың аман болсын, солардың жамандығын көрме жаным. Әрбір қазақтың ұлы да қызы да бай болса бізге жақсы емес па? 1 теңгені 2 теңге, 2 теңгені 3 теңге қылам деп жүрген қазақтың қыздары байи берсін. Байи берсін, байи берсін. Ең бастысы қазағым аман болсын.
Бағдагүл деген сынықшы апамыз бар ғой, сол кісіні айтам. Өз басына өзі бәле тілеп ап, ана Динара Сәтжан мен Баян Есентаеваны жамандап, жерге тығып оларды не деді, алаяқ деді, берген концертіне жаңағы отчет берсін дейді. Оларда не шатағы бар деймін да, әлде көре алмаушылық па екен. Енді наоборот, қазір Ақтөбе облысының финансовый мониторинг бар ғой, солар жаңағы сынықшы Бағдагүлдің бүкіл шығыс кіріс ақшасын тексеріп жатыр. Көрдіңіздер ма? Кімнің связі мықты бұл жерде? Динара Сәтжан заявление жазған ба, біреуге попросить еткен ба, енді сразу ана кісінің шығыс кірістерін тексерді ғой. Енді ол кісі жан-жақтан қазақ тіліні сояққа тықпалап, әдейі сол өзіне әйтеуір плюс жинау үшін қазақ тілі туралы бірдеңе айтып нетіп жатыр да. Ол қазақ тілі маңызды екенін бәріміз білеміз. Динара Сәтжан мен Баян Есентаева қазақ тілін қатырмайтынын білеміз. Бірақ та дегенмен Баян Есентаева қаншама пәтер сыйлап жатыр. Сол екеуі ақылдасып істеген нәрсе ғой. Мысалы, қаншама халыққа жұмыс беріп жатыр Динара Сәтжан екеуі. Мысалы ретінде айтып отырмын. Оларға тиісіп неңіз бар сіздің? Олар сізге бірдеңе деді ма? Өзіңізбен өзіңіз солардың ақшасын есептеп, біріміз жеп жатырық қой көтерілсек те. Бірінші олар жарайды ешкімге көмектеспей, бірдеңе істеп жүрсе бір жөн. Бірақ та оларда бір халқым деп қойған адам шығар деп ойлаймын жалпы. Я, қазақ тілі қисық оларда, мен оны мойындаймын. Бірақ та қалай көмек тиіп жатқанда аңғарып қарау керек шығар халқым, дұрыс емес пе? Ал ана кісі әлімге дейін әйтеуір халықтың алдына шығып жылап бірдеңе істеп жатыр, нажалыс басып жатыр ма? Дұрыс емес негізі ол кісінікі. Мына Бағдагүл деген сынықшы апам. Мына Бағдагүл нервқа тиіп болды бар ғой. Енді отыр Тоқаевтан көмек сұрап. Тоқаев не істесін сені? Тоқаевтан көмек сұрағанда өлді ғой, бля. Білмеймін, соншама ішіңіз тар ма, әркімге тиісіп болдыңыз ғой. Абыройыңыз айрандай шашылып жатыр. Қазақтың қыздарын Алагөзова, Баян Мақсатқызы бұзып жатыр дейсіңіз. Мен бұзылған жоқпын. Сіз өйтіп топырақ шашпаңыз бәріне. Совсем көп алып кеттіңіз. Шын айтайын, уже нервыма тиіп кеттіңіз бар ғой. Ананы қарасаң да Бағдагүл жылап сықтап бірдеңе деп жатыр. Мынаны қарасаң да айқай-шу Бағдагүл. Қойшы болды ғой. Бүкіл шаруасын тастап Тоқаев енді саған қарасын. Өзіңді кім деп ойлайсың соншама? Просто аузың жап и все.